Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Өте түрі ерекше болып шығатын ананас салатының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Дастарханның сәнін келтіретін, түрі де дәмі де әдемі болып шығатын ананас салаты. Ерекшелігі бұда ананас қосқандықтан өте дәмі ерекше болып шығады. Ол үшін өте қарапайым заттар ғана қажет болады бізге. Осы ананас, тауықтың төс еті, жұмыртқаның ағы, гранат, қияр. Ананастың осы түрін пайдаланыңыздар. Осы түрі дәмді әрі тиімді. Тауықтың төс етін қолымызбен осылай турап алатын боламыз. Жұмыртқамызды да осылай турап, салонша күйде турап алыңыздар. Сарысы қажет емес. Қиярымызды да салонша турап алатын боламыз. Ұзын-ұзынша. Ананасымызды да осылай турайтын боламыз. Өте дәмі ерекше болып шығады қыздар. Сіздер жасап көріңіздер. Салат жапырағын пайдаланамыз. Оны да жіңішке етіп турап алатын боласыздар. Майонез қосуды осы жерде көрсетпей қалыпты. Майонез қосасыздар. Тұз салмайсыздар. Жақсылап араластасыздар. Мына жерде мен гранатты да қосқаным көрсетілмей қалыпты. Гранат қосасыздар. Мұны өте әдемі көрінеді. Түрі аппетитті ашатындай салат болып тұр. Әрі жегенде жеңіл салат. Жасағанда да тез жасалады. Ең бастысы тауықтың төс еті пісіп тұрса болды. Ол да тез піседі. Суға пісіріп аласыздар. 5 минутта жасалады мына салат. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Игіліктеріңізге жарасын. Рахмет, ас болсын.